5 желтоқсанға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқтат, істеріңізді кейінге қалдырмаңыз. Таңертең күш пен қуатқа толы боласыз, сондықтан бұл уақытты тиімді пайдаланыңыз. Күрделі мәселелерді шешіп, өзгелердің қолынан келмеген істерді жылдам бітіре аласыз. Дегенмен қоршаған адамдармен жанжалға түспеуге тырысыңыз, тіпті олардың пікірі сізге сай келмесе де. Күннің екінші жартысы тоқтылар үшін онша қолайлы болмайды. Маңызды шешімдер қабылдауға, жауапты келісімдерге, немесе жақындарыңызбен салмақты әңгімеге кірісуге ең жақсы уақыт емес. Кешті тыныш ортада өткізіп демалып күш жинауға тырысыңыз. Торпақ, таңертең бәрі ойдағыдай болмайды, бірақ үмітіңізді үзбеңіз. Кейбір торпақтар ұсақ түйекке ренжуге бейім болып, бұл олардың айналасындағы адамдармен қарым-қатынасына кері әсер етуі мүмкін. Өз бетіңізбен шеше алатын істерге назар аударған жөн. Бірте-бірте эмоционалдық жағдайыңыз тұрақталады. Басқалармен келіссөздер жүргізу, жақсы әсер қалдыру және мақсатқа жету оңайырақ болады. Жеке өмірге қатысты жағымды тосынсыйлар болуы мүмкін. Егіздер, таңертең маңызды шешімдер қабылдамаңыз. Сезімталдығыңыз артып, бұл кейде сізге көмектессе, кейде қолайсыздық тудыруы мүмкін. Ашуыңызды бақылауда ұстауға тырысыңыз және айналаңыздағы адамдарға агрессия көрсетпеңіз, тіпті олардың әрекеті соған лайық сияқты көрінсе де. Күннің бірінші жартысын күнделікті тапсырмаларға, тәртіп орнатуға және қателіктерді түзетуге арнаған дұрыс. Күннің екінші жартысында егіздердің көпшілігі көңіл күйдің ауытқуларын жеңіп, сәтті мүмкіндіктерді пайдалана алады. Қызметтік романның басталу ықтималдығы жоғары. Шаян, жұмысқа назар аудару қиын болады. Көптеген шаяндар тұрмыстық мәселелерге алаңдап, жағдайға тез бейімделуді қажет етеді. Күніңізді әдеттен тыс істерден бастамаңыз. Алдымен үйреншікті істермен айналысып, қателіктеріңізді түзетіп, аяқталмаған істерді аяқтаңыз. Бірте-бірте позитивті тенденциялар күшейіп, сіз барлық мәселелерді сәтті шеше аласыз. Кешкі уақытқа қарай бір жолға, бірақ айтарлықтай қаржылық түсімдер болуы мүмкін. Сондай-ақ жаңа одақтастар немесе сізге жақын арада қолдау көрсететін ықпалды адамдар пайда болуы ықтимал. Арыстан, бүгін белсенді және жемісті күн күтіп тұр. Энергияңыз бен ынтаңыз кез келген күтпеген жағдайларды жеңуге мүмкіндік береді. Идеяларыңыз орынды болып, табысқа жетуге көмектеседі. Көптеген арыстандар өздерін жақсы қырынан көрсетіп, мансап баспалдағымен жоғары көтеріледі. Жаңа бастамалар үшін қолайлы уақыт, бәрі жоспарлағаныңыздай болады. Барлық істі өз бетіңізбен шешуге тырыспаңыз. Айналаңыздағы адамдар көмектесуге дайын, ал бірлескен жұмыстың нәтижелері әлдеқайда әсерлі болады. Бикеш, сіздегі тартымдылық ешкімді бейжай қалдырмайды. Айналаңыздағы адамдарды өзіңізге тез тартып, танымалдыққа ие боласыз және басқалардың көмегімен қиындықтарды шеше аласыз. Сізге көмек қолын созуға дайын адамдар көп болады. Бұл сіздің жаңа бастамаларыңызға қолдау көрсетеді. Көптеген бикештер табысын арттырады. Іскерлік қарым-қатынастардың романтикалық бағытқа өзгеруі мүмкін. Кешке қарай сезімталдығыңыз арта түседі. Ұсақ-түйек түсініспеушіліктерге аса мән бермеңіз, сонда сіз үшін маңызды адамдармен жанжалдасудан аулақ боласыз. Таразы, сізді күш пен шабыттың толқыны күтіп тұр. Позитивті көңіл-күй кез келген қиындықтарды оңай жеңуге мүмкіндік береді. Ешқандай күтпеген жағдай сізді дағдарысқа ұшыратпайды. Сіздің дипломатиялық дарыныңыз ерекше ашылып, кез келген адаммен келісімге келуге көмектеседі. Жаңа таныстарға жақсы әсер қалдыру қиындықсыз жүзеге асады. Әріптестеріңізбен, іскер серіктестермен немесе ескі достарыңызбен романтикалық қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Кешкісін жақын адамдармен ұрыспауға тырысыңыз. Қарбалас жұмыстан кейін шаршау сезімі болуы мүмкін, сондықтан кешті тым белсенді өткізуге болмайды. Саршаян, ең күрделі тапсырмаларды мүмкіндігінше тезірек қолға алыңыз. Бұл күн әсіресе білім алу мен кәсіби деңгейін көтерумен айналысатын саршаяндар үшін табысты болады. Бүгін алған дағдыларыңыз ұзақ уақыт бойы пайдасын тигізіп, жақын арада өз жемісін береді. Жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы уақыт, олар табысты болып кірісе келеді.
Күрделі мәселелерді шешу және стандарттан тыс әдістер табу оңай болады. Кешкісін жоспарларыңызды түзетуге тура келеді. Бұл біраз жүйкеңізді жұқартуы мүмкін. Отбасы мүшелері сіздің істеріңізге араласуы мүмкін, бірақ бұл жағдай сіздің пайдаңызға шешіледі. Мерген сабыр сақтай білу қабілетіңіз бүгін сізге өте қажет болады. Сіз бұрын ешкімнің шеше алмаған мәселелерді шешесіз. Тәжірибелі таныстардың немесе әріптестердің кеңестеріне құлақ ассаңыз, олар сізге пайдалы идеялар береді. Кейбір мергендер туыстарына көмектесу үшін өз істерін кейінге қалдыруға мәжбүр болады, бірақ бұл сізді тітіркендірмейді және ауыртпалық түсірмейді. Кешке жақын қоршаған ортаңыздың ұсақ кемшіліктеріне түсіністікпен қарауға тырысыңыз. Импульсивті әрекеттерден, ойланбай сатып алулардан және асығыс шешімдерден аулақ болыңыз. Тәуешкі сізді қарбалас күн күтіп тұр. Бірақ ниеттенсеңіз, бәрін сәтті жеңіп шығуға болады. Өзіңізді бақылауда ұстауға және жағымсыз эмоцияларыңызды айналаңыздағы адамдарға шығармауға тырысыңыз. Күннің бірінші жартысында өз бетіңізбен шеше алатын әдеттегі істерге назар аударыңыз. Әр шешімді мұқият ойланыңыз, өйткені асығыстық күтпеген шығындарға әкелуі мүмкін. Тәуешкілердің көпшілігіне сүйікті адамының, жақын туыстарының немесе сенімді достарының қолдауы көмектеседі. Кешті сіз сенетін адамдармен өткізіңіз, олар сізді қамқорлықпен назарға бөлейді. Су құйғыш, позитивті көңіл-күй күні бойы сізбен бірге болады. Бұрыннан кейінге қалдырған көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік аласыз. Кәсіби жетістіктерге айтарлықтай қол жеткізу екіталай, бірақ ағымдағы істерді жақсы шешесіз. Офисіңізді немесе үйіңізді жабдықтауға қолайлы күн. Көптеген су құйғыштар жылжымайтын мүлікке қатысты мәселелерді сәтті шешеді. Барлық күткендеріңіз орындала бермеуі мүмкін, бірақ бұл жағдай түптеп келгенде сізге пайда келеді. Кейбір жобаларды белгісіз уақытқа кейінге қалдыруға тура келеді. Балықтар, бүгінгі күні сіздің адалдық қасиетіңіз ерекше маңызды. Кейбір ескі қарсыластарыңызды өз жағыңызға тарта аласыз. Белгіленген мақсаттарға жету үшін шешімді қадамдар жасауға қолайлы күн. Егер шындап кіріссеңіз, болашақ табыстарға беріп негіз қалап үлгересіз. Күннің екінші жартысы ағымдағы мәселелерді шешуге, жақын туыстардың істеріне қатысуға және үй шаруасына арнауға қолайлы. Сүйікті адамыңызбен шын жүректен әңгімелесу ерекше қуаныш сыйлайды.